Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақбота. Бүгін біз осындай сүйкімді әрі тәтті пончиктарды пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, үнемі видеоларымды қарап отырыңыздар. Рецепттері өте қарапайым, үйде бар заттармен ғана пісіріледі. Бізге жылы сүт, 2 жұмыртқа, сұйық май, ванилин, ашытқы, қант, ұн қажет. Біз жылы сүтімізді кеңге отысымызға ең бірінші құйып аламыз. Және оған ашытқымызды қосып жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық қантымызды саламыз. Барлығын ерітетіндей жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, тағы да араластыратын боламыз. Мен ұнның үстіне шым тұз және қопсытқышты қосып араластырып қойдым. Қазір ванилинді де ұнның үстіне салатын боламын. Міне енді мен сұйық май құйып жатырмын. Барлығын осылай қосып ретімен араластырып шығамыз. Қазір ванилинді ашып, ұнымыздың үстіне салатын боламыз. Және жақсылап араластырамыз. Қазір жұмсақ қамырды жаятын боламыз. Кешіріңіздер, жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Міне осылай қамырымызды илеп болған соң 30 минутқа немесе 1 сағатқа бетін жауып жылы жерге көрпе немесе үстіне жылы жапқыш орап қалдырсаңыздар болады. Одан кейін ашып қарасаңыздар осындай көтерілген қамырды көресіздер. Осы көтерілген қамырдан енді бірнеше бөліктерге бөліп, қазір пончиктардың формасын дайындайтын боламыз. Дайын болған қамырымыздың екі жағына азғана ұн сеуіп, осылай жайса болады. Өте қатты жұқартып жібермей, қалың да қылмай, үйіңізде бар дөңгелек затпен осылай пончиктің формасын шығарсаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп жасай бересіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын болғаннан кейін үстін орамалмен жауып қойсаңыздар болады. Ал ол кезде табанымызға май қыздырып және бетіне жағатын шоколадты дайындай беруіміз керек. Мен Қазақстан шоколадты алдым. Қазақстан шоколадты сүтпен ерітіп, қысқа толқынды пешке немесе баяу отқа қойып ерітіп алсаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай етіп ертесіздер. Ал біздің қызып тұрған табамызға осылай пончиктарымызды аз-аздан салып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісіп болды. Бізде екі жағы қызарып, әдемі көтеріліп, осылай кезекпен кезек пісіріп,
басқа ыдысымызға жайлап түсіріп суытып қоямыз әбден. Біздің пончиктарымыздың барлығы дайын болды және олар суыды. Енді қазір әдемілік үшін бетіне осындай сеппе себетін боламыз. Шоколадтың үстіне қазір біртіндеп шоколадқа батыратын боламыз. Мінекей шоколадқа осылай батырып, үстіне қазір сеппесін себетін боламыз. Міне осылай сеуіп, пончиктарымызды одан сайын әдемірек етуімізге болады. Барлығын осылай шоколадқа батырып, үстіне жақсылап сеппесін себеміз. Біздің пончиктарымыз осылай дайын болады. Міне пончиктардың барлығы дайын болды. Түрлері өте сүйкімді, дәмі сондай керемет, жұп-жұмсақ. Шыдай алмай, мінекей екеуінің дәмін көрдім. Сіздер де үйлеріңізде жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Менің YouTube каналымнан алыстамай тіркеліп қойыңыздар.